Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есімдер. Сын есімдер заттың сынын, сапасын, күйін білдіреді. Сын есім дегеніміз орыс тілінде имена прилагательные. Сын есімдер қазақ тілінде зат есімнің алдынан келеді және зат есіммен тек түр жағынан түрленбейді. В отличие от русского языка, в казахском языке имена существительные не согласуются в роде падеже. Орыс тілінде сын есімдер зат есім қандай текте тұрса, соны қабылдайды. Қазақ тілінде сын есімдер заттың сынын, түрін, түсін білдіреді. Сонымен бірге сын есімдер, туынды сын есімдер және сапалық сын есімдер болып екіге бөлінеді. Сапалық сын есімдер заттың сынын, сапасын білдіреді. В русском языке прилагательные, качественные прилагательные обозначают качество и признак предмета. Заттың сапасын, түрін, түсін. Бірінші, заттың түсін білдіреді. Мысалы, қара, көк, жасыл, сары деген түстер осы заттың сапасын білдіріп тұр. Екінші, оның көлемін білдіреді. Үлкен, кішкене, кең, биік. Большой, маленький, широкий и высокий. Бұл заттың көлемі. Адамның қасиетін білдіреді. Мысалы, жуас, тихий, тентек, озорливый, сұлу, әдемі деген мағынаны білдіреді. Сонымен бірге заттың дәмін білдіреді. Мысалы, ащы, горький, тәтті, сладкий, дәмді, вкусный. Сондай-ақ заттың формасын білдіреді. Мысалы, круглый, домалақ, қисық, кривой, түзу, прямой. Бұл сын есімнің сапалық қасиеті, сапалы сын есім. Сонымен бірге екінші түрі қатыстық сын есімдер, относительные, прилагательные. Қазақ тілінде қатыстық сын есімдер сын есім сөздерге мына секілді жұрнақтар жалғану арқылы жасалынады. Бірінші, сын есімге прибавляется окончание к прилагательным л, л, д, д. Мысалы, тау, гора, таулы, горный, күшті, сильный. Сондай-ақ дай, дей, тай, тей жұрнағы жалғану арқылы жасалынады. Прибавляется суффиксы дай, дей, тай, тей. Балдай, бал, мед, балдай это как мед. Сүт, тей, как молоко. Сүт, молоко, тей жұрнағы жалғану арқылы не жасалынды? Как молоко белое. Сондай-ақ лық, лік, дық, дік жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, инженерлік, инженерное, компьютерлік, компьютерный класс. Келесі, дық, тік жұрнағы, сыз, сіз жұрнағы. Мысалы, бұлт, облако, бұлтсыз, безоблачный. Су, вода, сусыз, безводный. Сонымен бірге Қ, К, Х, Г жұрнағы жалғану арқылы жасалынады. Күзгі, күз, осень, күзгі, осенний. Қыс, зима, қысқы, зимний. Мұндағы күз, қыс зат есімге Қ қосымшалары жалғану арқылы сын есім, қатыстық сын есім, относительное, прилагательное. Качественные прилагательные. Сонымен қатар сын есімдер шырайға бөлінеді. В русском языке есть степени прилагательных.
сравнительное прилагательное. Бұл салыстырмалы шырай. Күшейтпелі это усилительное прилагательное. Күшейтпелі шырайға тоқталар. Күшейтпелі шырай образуется путем сочетания положительной степени с наречиями очень, наиболее, самый и слишком. Қазақ тілінде күшейтпелі шырайлар аса, өте, ең, тым деген үстеу сөздер арқылы жасалынады. Бұл сөздер сын есімнің алдынан келеді. Они прибавляются впереди прилагательных. Мысалы, өте, очень алдында, сөздің алдында тұр. Өте жақсы, очень хороший, очень красивый, өте әдемі. Сол сияқты аса. Аса – это наиболее. Аса қымбат – это наиболее дорогое или дороже. Ең самый, самый сильный, ең күшті. Тым, слишком, тым арзан, слишком дешевый. Тым арзан дегенді білдіреді. Осы үш өте, аса, ең, тым деген үстеу сөздер арқылы біз күшейтпелі шырай жасаймыз. Усилительная степень прилагательных. Екінші түрі бұл путем прибавления первого слога прилагательного или добавлением соединительного п букву. Первому слогу соединяется. Например, қара, черный. Первый слог повторяется с добавлением букву п. Қап-қара, очень черный, насыщенно черный дегенді білдіреді. Сары дегеніміз желтый, насыщенный желтый, немесе осылай айтатын болсақ, тогда сап-сары. Первый сап слогқа, буынға п қосымшасы қосылу арқылы сап-сары түсін жасайды. Сонымен бірге жай шырай, үш түрлі шырай бар. Жай шырай ол күнделікті біз айтып жүрген жақсы оқушы, жаман бала, әдемі қыз деген сөздерді айтатын болсақ, бұлардың барлығы жай шырайға жатады. Сонымен сын есім заттың сынын білдіреді, сапасын білдіреді, көлемін білдіреді және оның дәмін білдіреді. Сын есімдер екі түрге бөлінеді екен: сапалық сын есімдер және қатыстық сын есімдер. Сапалық сын есімдер қандай деген сұрақтарға жауап береді. Сапалық сын есімдер, қатыстық сын есімдер мына секілді қосымшалар жұрнақтар жалғану арқылы жасалынады. Оларға зат есімдер сын есімдерден кейін қосылады. Сонымен бірге сын есімдердің шырай категориясы бар. Үш түрлі шырай бар: жай шырай, күшейтпелі шырай және салыстырмалы шырай. Салыстырмалы шырай дегеніміз екі затты бір-бірімен салыстыру арқылы жасалынады. Салыстырмалы шырай рақ, рек деген қосымша жалғану арқылы жасалынады. Салыстырмалы шырай рақ, рек қосымша жалғану арқылы жасалынады. Егер сөз дауыссыз дыбыспен аяқталатын болса, онда рақ, рек қосымшасы қосылады. Рақ, рек қосымшасы. Бұл салыстырмалы шырай. Мысалы, жақсы деген сөзді алатын болсақ, хороший. Жақсы, рақ. Гласный, дауыссыз дыбыспен аяқталғандықтан дауыссыз дыбыспен. Рақ қосымшасы қосса, жақсырақ, лучше. Лучше, чем переводится. Әдемі деген сөзді айтатын болсақ, әдемі, красивый. Рек қосымшасын қоссақ, красивее. Орыс тілінде салыстырып тұрмыз: красивее, чем другой. Сондай-ақ көк, синий, көкірек,
синее чем. Ақ, белый, белее чем. Ақ, рақ деген қосымша жалғану арқылы салыстырып тұрмыз. Мына көйлек, ана көйлектен ақ рақ. Ағырақ болып жазылады. Себебі мына дауысты дыбыс қ дыбысына әсер етеді да, қ дыбысы ғ-ға айналып кетеді. Кейінді ықпал деп аталынады бұл қазақ тілінде. Сондай-ақ салыстырмалы шылай. Салыстырмалы шылайдың екінші түрі, бірінші түрі жаңағы біз рақ, рек, с прилагательным прибавляется суффиксы рақ, рек. Енді екінші түрі салыстырмалы сын есімдер тау, теу қосымшасы жалғану арқылы жасалынады. Ақ, белый, ақтау, белее, чем другой. Көк, синий, синее, чем другой. Лаулю, журнал жалғану арқылы жасалады. Әдемі, красивый, әдемілеу, красивее, чем другой. Сары, желтый, сарылау, желтее, чем другой. Дау, деу, бұл да салыстырмалы шырай. Салыстырмалы шырай дегеніміз это сравнительная степень. Дау, деу, журнал жалғанса, кең, широкий, кеңдеу, шире, чем другой. Жасыл, зеленый, зеленее, чем другой. Деген қосымшалар жалғану арқылы жасалынады. Енді осы сөздерді жұқа, кіші деген сөздерге осы қосымшаларды қосып, күшейтпелі шырай, салыстырмалы шырай жасап көрейік. Күшейтпелі шырай жасау үшін, мысалы, бірінші жаттығуда күшті, бірінші рақ, рек қосымшасын жалғаймыз. Күшті деген сөзге. Күшті, әдемі, сұлу, күшті, сильный, әдемі, красивый, сұлу. Синоним тоже красивый, биік. Осыған салыстырмалы шырай жасайық. Бірінші рақ, рек қосымшасын жалғанса, күшті, рек. Сильнее, чем другой. Әдемі, рек. Красивее, чем другой. Сұлу, рақ. Красивее, чем другой. Биік, рек. Выше, чем другой. Енді екінші қосымшаны тау, теу жасап. Күшті, леу. Күшті, леу. Сильнее, чем другой. Әдемі, леу. Красивее, чем другая. Сұлу, рақ. Сұлу, лау. Красивее, чем другой. Биік, теу. Выше, чем другой. Бұл салыстырмалы шырайдың екінші түрі жасалу түрі. Енді осы сөздерді күшейтпелі шырайға келтіретін болсақ, күшті, өте күшті, очень сильный, аса күшті, наиболее сильнее, әдемі, өте әдемі, өте сұлу, өте биік. Енді осы күшейтпелі шырайға сұлу деген сөзді жазсақ, өте сұлу, очень красивый, аса сұлу, прекрасный, ең сұлу, самый красивый, тым сұлу, сильно красивее. Биік деген сөзге осыны қосамыз. Өте биік, аса биік, ең биік. Мына екінші түрі күшейтпелі шырайдың п қосымшасын бірінші буынға қосақ. Көп күшті, әдемі, сұп
сұлу. Бірінші буынға п деген қосымша сөзді дыбысты қосу арқылы жасадық. Биік болса бір биік. Бұл күшейтпелі шырайдың жасалуы. Сонымен сын есімдер зат есімнің алдында келеді. Сын есім зат есіммен септік, жіктік, тәуелді жағында сәйкестенбейді. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті.